куюп, 7 мамыр Отан қорғаушылар мерекесі де келіп жетті. Осынау айтулы мерекенің қай кезінде орны бөлек. Олай болатыны абзал ағаларымызға деген ыстық сезім, алғыс пен құрмет ешқашан сөнбек емес. Казахстанский воин бережет родной страны покой и славу. Он на посту, и наш народ гордится армией по праву. Құттықтаймыз. Баршаңызға бейбіт аспан, өркендеу мен амандық. Отбасыларыңызға Қазақстан Республикасының игілігі үшін жаңа жеңістер тілейміз. 17 азаматтың аналары жүректері лүпіл қағып, ұлдарының үйге аман есен келулерін тілеп, күндер мен уақыттарын санап, тезірек қауышуды аңсап отырғаны белгілі. Алайда дәр-тұздары үйге аман есен жетуді жазбаған. Үлкендердің батасымен әскерге аттанып, қоғам ауылының тұлғалары туған ауылдарына оралмады. Ата-аналарына мың алғыс айтамыз. Мекемесі отан қорғау мемлекет үшін елдің қауіпсіздігі мен тыныштығы басты орында. Сондықтан да тәуелсіздік алғашқы жылдарынан бастап ел қауіпсіздігін және қонақтар 7 мамыр бастап 31 жасқа толады. Әрбір жас жігіт үшін ұлы мәртебе. Отан күзетінде тұру барлық қатысушыларды Отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын.
Аға ұрпақ пен жас буынның отанымызды қорғап, қызметтерінің айтулы үлес қосқаны біз үшін әрқашан мақтан.